Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен ватрушки булочкасын дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ теста болып шықты. Сіздер де осы рецептімен жасап көріңіздер. Теста үшін бізге керегі жылы сүт 200 грамм. Және де 70 грамм ашытқы. 3 ас қасық қант салып араластырамыз. Және де бір жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Бір шай қасық тұз салып, електен өткізілген 250 грамм ұнымызды бірінші бөліп салып аламыз. Кішкене араластырып, бөлме температурасында жылып тұрған сары майымызды саламыз. Қалған 150 грамм ұнымызды үстіне салып, қамырды толықтай илеп, бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болғаннан кейін алып, булочканың формаларын келтіреміз. Және табамызға салып, тағы да 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр жақсылап көтерілгеннен кейін 180-190 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Мен салмасына сливки және де қант ұнтағын салдым. Булочканы әртүрлі формада келтірсеңіздер болады. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, және де шиені салдым. Солай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Ғазиза Мұратқызы.